Фильм Сет есімді адамның таңертең оятқыш қоңырауынан оянуынан басталады. Таңғы асты ішіп болған соң, ол жануарларға арналған баспанадағы жұмысына кіріседі. Ол күн сайын мұқият күтетін және тамақтандыратын иттерге өте жақын сияқты. Кейін Сет үйіне автобуспен келе жатқанда, дәптеріне бірдеңе жазып жатқан сұлу қыз оның көзіне түсті. Ол бірден оның қасына барып, Холли есімді қызбен амандасты. Бұл қызды танымағандықтан таңғалдырды. Сет олардың бір орта мектепте оқығанын және Холлиді бәрі жақсы білетінін түсіндіреді. Өйткені ол өте танымал болды. Сет оның жазушы екенін сұрайды. Бірақ ол мұны жоққа шығарады және өзін жай ғана даяшы деп санайды. Ыңғайсыз әңгімеден кейін Холли Сет оны шығарып салғанға дейін автобустан шығып кетеді. Сізді қайта көргеніме қуаныштымын. Мен де сізді көргеніме қуаныштымын. Егер сіз бос емес болсаңыз, кофе желіден іздеп жүріп, көп ұзамай оның Фейсбуктегі профилін тауып алды. Бұл оның бойдақ екенін көрсетеді. Келесі күні таңертең жұмыста Сет күзетші Нейттен өзіне ұнайтын қыздың сүйіспеншілігін қалай жеңуге болатынын сұрайды. Нейт ашуланады, өйткені олар мұндай нәрселерді талқылауға жақын емес. Бірақ бәрібір Сетке өзіне сенімді болуға кеңес береді. Кейінірек, жұмыс кезінде Сет қараусыз қалған бөлмеге апаратын есікті байқаған кезде жануарларды бақылау орталығында біртүрлі жаңалық ашады. Үйге оралғаннан кейін ол Холлидің профилін обсессивті түрде зерттей бастайды және оның ұнататын және ұнатпайтын нәрселерін байқай бастайды. Келесі күні таңертең Сет Холлимен қалай сөйлесу керектігін жаттықтырады. Содан кейін ол өзі жұмыс істейтін мейрамханаға келеді. Оны оның профилі бойынша бақылайды. Холли оның тапсырысын қабылдауға келгенде, Сет оған автобуста кездескенін еске салады. Бірақ таңғалғаны, ол оны танымайтынын айтады. Жағдай тез ыңғайсызданып барады, және ол оның шаш үлгісін мақтайды. Бұл оның ыңғайсыздығын одан сайын күшейтеді. Кейінірек, Сет кешкі ас ішіп жатқанда, Холли оған басқа бірдеңе керек пе, жоқ па, соны білуге келеді. Ол оны өзінің сүйікті әншісінің концертіне шақыру сәтін өткізіп жатыр. Бірақ Холли жігіті бар деп үзілді-кесілді бас тартады. Сет бұған сенуден бас тартады. Сондықтан ренжіген даяшы чекті үстелге лақтырып кетіп қалады. Кешке біз Холлидің жұмыстан кейін үйіне қайтып бара жатқанын көреміз. Бірақ ол бірдеңені сезіп тұр. Оның артынан біреу келе жатыр. Біз оның Сеттен басқа ешкім емес екенін көреміз. Холли тез арада пәтеріне жүгіріп барады. Онда ол өзінің бөлмелесі Клермен кездесіп, оған қорқынышты жігіт туралы айтып береді. Содан кейін Холлиге мас күйінде бұрынғы Эрик қоңырау шалып, оны көргісі келеді. Бірақ ол бас тартып, трубканы қояды. Кейінірек біз екі бөлмелестің бірге ішіп отырғанын көреміз. Сол кезде Клер досынан болған оқиға үшін Эрикті кешіріп, әрі қарай жүруін сұрайды. Бірақ Холли мұны істей алмайтынын айтады. Келесі күні таңертең Холли жұмысқа келгенде, біреудің оған гүл шоғын, раушан гүлдерін және менікі бол деп жазылған картаны жібергенін көріп шошып кетеді. Кешке ол Эрик жұмыс істейтін барға келеді. Ол кеше түнде мас күйінде оған қоңырау шалғаны үшін кешірім сұрайды. Ол одан раушан гүлдерін қайта жібермеуін сұрайды. Бірақ ол оны жібермегенін айтады. Бұл Холлиді есеңгіретіп тастайды. Содан кейін Эрик одан қайтадан бірге болуын сұрайды. Бірақ Холли оны бұрын алдағандықтан тартыншақ болып көрінеді. Кенет Сет те барға келіп, олардың әңгімесін тыңдау үшін көрші үстелге отырады. Кейінірек Холли бардан шығып, дәптеріне бірдеңе жазып алады. Дәл сол кезде Сет келіп, әңгіме бастайды. Содан кейін ол оған раушан гүлдерін жіберген адам екенін таңғалдырады. Сондықтан Холли оны мейрамханадан таниды және ашуланып, оған не керек екенін сұрайды. Ол өз сезімін білдіруге тырысады. Бірақ ашуланған Холли оны ұрып соғып, барға қайта кіріп кетеді. Ол оны қорлай бергенде, Холли Эрикке қоңырау шалады. Ол дереу араша түсіп, Сетті аяусыз ұрады. Содан кейін Эрик жігітті бардан қуып жібереді. Бірақ Сет сыртта жатқан Холлидің күнделігін көргенде қатты қуанады. Үйге оралғанда Сет журналды оқи бастайды. Онда ол Холлидің барлық терең құпияларын ашады. Олардың кейбіреулері оны қатты таңғалдырады. Басқа жерде Холли күнделігін жоғалтып алғанына қатты алаңдайды. Ол күнделік жүргізеді және өзінің алаңдаушылығын Клермен бөліседі. Келесі күні Сет жұмыс орнындағы жұмбақ бөлмені зерттейді және көп ұзамай ол жерден құпия жертөлеге апаратын люкті табады. Келесі күндері біз оның осы жертөледе Викихау оқулығындағы онлайн тапсырыс берілген құралдар мен нұсқауларды пайдалана отырып, тор жасап жатқанын көреміз. Процедура аяқталғаннан кейін ол иттерге арналған седативті дәрі қабылдап, оны басынан өткереді. Бұл оны бірден есінен танып қалады. Содан кейін бұл көрініс бірнеше күннен кейін Холли кешке қарай үйіне қайтып бара жатқанда және оның артынан біреу келе жатқанын сезгенде ауыстырылады. Біз бұл Сеттен басқа ешкім емес екенін көреміз. Сондықтан бір кезде Холли бұрыш спрейін алып,
полиция қызметкері болып шыққан адамды бақытсыз үйсіз жігітті қағып кетеді. Холли үрейленіп қашып кетеді. Сет көлеңкеден не болып жатқанын бақылап тұрғанда, көп ұзамай Холли үйіне қайтады. Бірақ Сеттің үйге терезе арқылы кіруіне көп уақыт кетпейді. Холли жуынатын бөлмеде шуды естіп, бұл Клэр ме деп сұрады. Бірақ жауап алған жоқ. Содан кейін ол төсегіне ұйықтауға кетті. Бірақ алаңдамаңыз, бұл қауіпсіз. Мен мұны өзім тексердім. Кейінірек Сет Холлиді контрабандалық жолмен алып өтпек болған жұмыс орнына келеді. Денені үлкен қорапқа салу арқылы. Бірақ ол ниетпен бетпе-бет келіп, оның не істеп жатқанын сұрайды. Сондықтан Сет асығыс сылтау ойлап тауып, бастық оны түнгі жеткізіліммен айналысуға мәжбүр етті деп мәлімдейді. Келесі көріністе Холли оянып, жартылай жалаңаш және торға қамалып, оны шошытады. Ашуланған қыз құлыпты ашуға тырысады. Бірақ бұл процесте ол тек тырнағын сындырады. Ол қатты қорқып айқайлайды. Бірақ оның айқайын иттердің үргені басып, оны ешкім естімейді. Келесі күні таңертең Сет жертөлеге Холли дәретхана ретінде пайдалана алатын бассейнмен келеді. Бұл солай. Бірақ ол жай ғана оған қарғыс айтып жатыр. Ер адам мұны өзінің игілігі үшін істеп жатқанын айтып, оған тамақ қалдырмай кетіп қалады. Сахна бірнеше күннен кейінге шегерілді. Онда біз Холлидің жағдайы өте нашар екенін көреміз. Сондықтан Сет оған су мен тамақ әкеледі. Ол оның аяғына қатты жабысып, кетпеуін өтінеді. Бірақ ол оған да қиын екенін және оларға қажет екенін айтады. Қандай да бір шекараны белгілеу үшін ол кеткеннен кейін Холлидің санасы онымен қулық ойнай бастайды. Бұл оның Клэр туралы галлюцинациясын тудырады. Клэр оған Сеттің оны сөзсіз өлтіретінін айтып, не істеуді жоспарлап отырғанын сұрайды. Ол Холлиді өзін аянышты кішкентай құланнан жеңуге мүмкіндік беретінін айтып, арандатуға тырысады. Келесі күні Сет жертөлеге оралып, Холлиге оны зорламайтынын және оны өлтірудің қажеті жоқ деп үміттенетінін айтады. Ол мұның бәрін оны құтқару үшін істеп жатқанын айтады. Өйткені ол үшін ерекше адам. Сет оның сырттағы бейнесін бейнелейтін адам, оның шын мәнінде кім екенінен өзгеше деп санайды. Сондықтан ол оны құтқаруға әлі де мүмкіндік бар жоғын білу үшін нағыз Холлиді ашқысы келеді. Оны құтқар. Кейінірек Сет жертөледен шығады. Бірақ оны Нейт қарсы алады. Ол ашуланып, тыйым салынған аймаққа жасырын кіріп кетті ме деп сұрайды. Сет олай емес деп мәлімдеп, жұмысын жалғастыру үшін кетіп қалады. Осы уақытта жертөледе Холли тағы да Клэрдің галлюцинациясымен сөйлесіп, оның жоспары күту екенін айтады. Келесі күні таңертең Сет Холлидің күнделігін алып жертөлеге қайтады. Ал ашуланған әйел оны ұры деп атайды. Ол сабырлы түрде оған жаны ашитынын айтады. Әсіресе оның махаббат туралы жазған үзінділерін оқығаннан кейін. Содан кейін Сет кенеттен Клэрдің қазіргі жағдайын сұрайды. Ал Холли есеңгіреп қалады. Ол кейде кірер алдында оның екі дауыспен сөйлегенін еститінін мойындайды. Бұл оны алғашында шошытты. Ол оның дәл қазір осында екенін сұрайды. Ал Холли Клэрді Сеттің артында байқайды. Бірақ ол оны жоққа шығарады. Оқиғалардың таңғаларлық бұрылысында Сет Холлиге Клэрдің тіпті жоқ екенін және оның қиялының жемісі ғана емес екенін ашады. Холли мен Эриктің бір кездері құда түскені белгілі болды. Бірақ ол оны нағыз Клэрмен, Холлидің ең жақын досымен алдаған кезде бәрі дұрыс болмады. Досым. Содан кейін бұл көрініс екі қыздың бір күні кешке үйге қайтып бара жатқанын еске түсіреді. Оның барысында Холли өзінің ең жақын досымен бұл туралы дауласады. Сатқындық. Клэр қобалжып, олардың мас болғанын және бұл ештеңені білдірмейтінін түсіндіреді. Бірақ Холли ашуланып, абайсызда көлік жүргізіп, ауыр апатқа ұшырады. Екеуі де апаттан аман қалды. Бірақ Холли таң қаларлықтай денесінен шыны сынығын алып, оны Клэрдің көзіне қадап, оны бірден өлтіреді. Қазіргі уақытта Сет мұның бәрін Холлиге айтып береді. Ол өзінің жазушы екенін айтады. Және мұның бәрі ойдан шығарылған нәрсе болды. Бірақ Сет дәл осы себепті ол бірден полицияға бармағанын, бірақ оның көз жеткізу үшін бірнеше күн бойы оның соңынан ергенін түсіндіреді. Оқиғалардың тағы бір оғаш бұрылысында біз Холлидің шын мәнінде сериялық өлтіруші екенін білеміз. Ал Сет қайырлы түнде үйіне қайтып бара жатқанда жасаған қатыгез кісі өлтірулерінің куәсі болды. Қандай жағдай болмасын, Сет оны құтқару және басқа ешкімге зиян тигізбеу үшін оны қамап тастағанын айтады. Холли бұған қатты әсер еткен сияқты және оны құтқаруды қатты өтінеді. Сет кеткеннен кейін Клэр қайта пайда болып, Холлиді Оскарға лайық қойылымы үшін қол шапалақтайды. Бұл әйел Сетті оны құтқаруға мүмкіндігі бар деп сендіруге тырысқаны белгілі болды. Келесі күні Сет жертөлеге оралып, Холлиден неге бұл кісі өлтірулердің барлығын жасағанын және неге Клэрге тоқтамағанын сұрайды. Ол мұны қолынан келгені үшін жасады деп жауап береді. Содан кейін кенеттен басын торға соғып, қан іздерін қалдырады. Ол одан оны жіберуін талап етеді және егер ол осы жерде өзін өзі өлтірсе,
оның өмірі де аяқталатынын және оның саусақ іздері барлық жерде болатынын ескертеді. Бұл Сетті қорқытады. Сондықтан ол үнсіз жұмысқа көтеріліп, бастығы оны шақырады. Сет бұл жерді дұрыс тазаламағаны белгілі болды. Дұрыс. Ал Нейт оны 2 күннен бері көрмегенін айтты. Оның бастығы Сетке тәртіптік ескерту жасап, егер ол бос жүре берсе, жұмыстан шығарылатынын қатаң ескертеді. Сет жұмысынан айырылып қалуы мүмкін деп алаңдайды және бұл енді қайталанбайтынына уәде береді. Келесі күні ол қараусыз қалған бөлме арқылы жертөлеге барады. Оны Нейт тағы да байқайды. Көп ұзамай Сет Холлиге жақындап, оған соңғы рет басын ұрып, соғу трюкін жасағаны үшін тамақ ретінде бір шоколад береді. Ол кетпекші болды, бірақ Холли оны манипуляциялауды шешті және кеше түнде олардың теңіз жағасындағы үйде бірге тұрғанын армандағанын айтты. Ол олардың бақытты болғанын және бәрі осылай болу керек екенін айтады. Ақырында Сеттің жүрегін жұмсартады және ол оған автоматтан жеңіл тамақ сатып алуға келіседі. Осыдан кейін Сет бөлмеден шығып кетеді. Ал Нейт бірдеңе болды деп күдіктеніп, қараусыз қалған бөлменің есігін ашады. Ол көп ұзамай оны жасырын жертөлеге апарады. Сол жерде Холлидің торға қамалғанын көргенде, оның көздері қорқыныштан бақырайып кетеді. Ол оны көргеніне қуанышты және оны 1 минутты босқа өткізбеуді талап етіп, құлыпты ашатын бірдеңе табуға көндіреді. Нейт есікті ашқысы келеді, бірақ өкінішке орай Сет тамақ ішіп қайтып келеді және оны көргенде шошып кетеді. Бірақ таң қалғаны, Холли оны байқап қалады да, оның орнына Сетке Нейтті өлтіруді бұйырады. Сет екіленеді, бірақ Холли Нейтке деген шынайы махаббат, құрбандықты қажет ететіні туралы айта бастағанда, Сет бірден Нейттің басынан ұрады. Содан кейін оны аяусыз бірнеше рет пышақтайды. Қатыгез шабуылға қарамастан, Нейт әлі тірі. Сондықтан Холли Сетті оны шлакоблокпен аяқтауға көндіреді. Сет алғашында 2 ұшты болды, бірақ оның қысымымен ол ақыры бас тартып, кедейдің басын сындырып, оны өлтірді. Сет оның істегеніне таң қалды, бірақ Холли оны тыныштандырып, денеден қалай құтылуға болатыны туралы нұсқаулар береді. Сет мойынсұнып, өлген адамның тістері мен саусақ іздерін алып тастайды. Сондықтан оны анықтау мүмкін емес. Содан кейін ол денені кесіп алып, баспанадағы иттерге тамақтандырады. Содан кейін ол қалғанын өртеп жібереді, ал Холли оған нақты не айту керектігін үйретеді. Сет бастығына қоңырау шалып, Нейт оны жауапты етіп тастап, қайтып оралмағанын айтады. Кейінірек ол қылмысының соңғы іздерін өшіріп, тістерін жақын маңдағы өзенге лақтырып жібереді. Осы оқиғадан кейін Сет өзінің әрекеті үшін кінәсін сезінеді. Бірақ Холли оған жағдайдың жақсарып келе жатқанын және бірінші рет әрқашан ең нашар екенін салқын түрде айтады. Сет бұл жай ғана апат болғанын айтады. Бірақ ол келіспейді. Екеуі де бірдей және сол үшін дүниеге келген деп мәлімдейді. Сет оның басқа амалы жоқ екенін және оның істегенінің бәрі Холлиді жаңа қылмыстардан құтқару үшін жасалғанын айтады. Ол оны жіберіп алу үшін және олар бірге өмір сүру үшін оны өзгертуін өтінеді. Осы кезде Холли оны азғыруға тырысады, бірақ Сет оның жетістіктерін жоққа шығарады. Сондықтан ол оны сүймегені үшін айыптайды. Сет оны шынымен жақсы көретінін айтады. Бірақ Холли қатты ренжіп, жертөледен кетуге мәжбүр болды. Келесі көріністе детектив Нейттің жоғалып кеткені туралы Сеттен жауап алу үшін баспанаға келеді. Сет Нейтке телефон соғылды. Ол сол күні кешке біреумен кездесіп, оны жауапты етіп қалдырды деп мәлімдейді. Дегенмен, детектив оның әңгімесіндегі көптеген олқылықтарды тез байқайды. Өйткені сол түні ғимараттан біреудің шығып кеткені туралы жазбалар болмаған және Нейттің сол кездегі телефон жазбаларында бірде-бір кіріс қоңырау болмаған уақыт. Сет өзін қалыпты және кінәсіз ұстауға тырысады. Бірақ ол мұны ұзақ уақыт бойы жалғастыра алмайтыны белгілі болды. Біраз уақыттан кейін бас тартады. Өйткені ол оның жетістіктерін жоққа шығарғаны үшін оған әлі де ашуланады. Бұл бірнеше күннен бері жалғасып келеді. Және Сет не болғанын сұрағанда, Холли оған оны құтқара алмайтынын немесе оған қажет нәрсені бере алмайтынын, оған қажет екенін салқын түрде айтады. Сет оның не екенін сұрағанда, ол шынайы махаббаттың дәлелі керек екенін айтып, оның бір саусағын кесіп алуын талап етеді. Сет шошып кетеді де бірден бас тартады. Бұл Холлиді одан әрі манипуляциялауға итермелейді. Ол оған шынымен де оның жанында болатын жалғыз адам екеніне сенетінін айтады. Сет кетуге бұрылғанда, Холли оған үй жануарынан басқа ештеңе болмаса, қайтып келмеуін қатты айтады. Кейінірек біз оның сөздерінен Сеттің қатты әсер еткенін көреміз. Сондықтан біраз ойланғаннан кейін ол пышақпен жертөлеге қайта оралады. Ол саусағын шыдамсыздықпен кесе бастайды. Ал Холли оны бұрмаланған көңілділікпен және қанағаттанушылықпен бақылайды. Алайда ол сөзін аяқтай салысымен, Холли пышақты суырып алып, тордың есігін ашпаса, тамағын кесемін деп қорқытады. Сет дүрбелеңге түсіп, есікті құлықсыз ашады. Бұл оны босатады. Содан кейін Холли оның қасына келіп, оны құтқарғанын, сондықтан оны жақсы көретінін айтады. Ол оны құмарлықпен сүйісу үшін өзіне тартады
тек кенеттен тамағын кесіп тастайды. Осы кезде ол Клэрді қайта көреді. Ол оған есікті ашып жатқан сияқты. Содан кейін Холли Эрикке қайта оралғанда және олар бірге бақытты өмір сүріп жатқанда, көрініс біраз уақытқа кейінге шегеріледі. Ерлі зайыптылар таңғы ас ішіп жатқанда, біз Холлидің қазір жазушы екенін және оның өз өмірінен шабыттанған әңгімесін жариялағанын білеміз. Дәл осы сәтте Эриктің телефонында хабарлама пайда болады және Холли оны тексергенде, оны тағы да алдап жатқанын түсінеді. Содан кейін ол пышаққа бір қарап, оны өлтіру туралы бір сәт ойланады. Бірақ телефонды бермес бұрын бұл тілегін басады. Кейінірек Холли қараусыз қалған қоймаға барады. Онда ол тұтқында отырған адам отырған торға жақындайды. Ол оған сабырлы түрде сол күні таңертең Эрикті ренжіте жаздағанын, бірақ ол туралы ойлағандықтан өзін ұстай алғанын айтады. Қазіргі уақытта біз бұл адамның Сеттен басқа ешкім емес екенін түсінеміз. Ол қазір соншалықты қатыгездікпен кесілген, ол әрең көріп сөйлей алады. Холли ақыры адамдарды өлтіруді тоқтатып, оның орнына өзінің барлық қанішер импульстарын Сетке бағыттаған сияқты. Ақырында Сет Холлиді құтқара алды, бірақ өз бостандығы мен өмірі үшін.